Жеке кәсіпкер онлайн банк қосымшасында қызметкерлері үшін салықтар мен аударымдарды қалай төлейді? Басты мәзірден салықтар бөлімін таңдаңыз. Қызметкер үшін батырмасын таңдаңыз. Жеке кәсіпкерді тіркеу орындарының деректерін тексеріңіз. Егер сіз жалпы режимді қолдансаңыз, белгі қойыңыз. Қызметкерлерді қосу батырмасын басыңыз. Егер жаңа қызметкерді қосу қажет болса, құру батырмасын басыңыз. ЖСН және тегі мен аты жөнін енгізіңіз. Ынтымақтастық түрін көрсетіңіз. Лауазымдық жалақы қосу батырмасын басыңыз. Қажет болған жағдайда жеңілдіктерді қолданыңыз. Салықтар автоматты түрде есептеледі. Сақтау батырмасын басыңыз. Керекті қызметкерлерді белгілеңіз. Таңдау батырмасын басыңыз. Деректерді қайта тексеріп, қол қоюға батырмасын басыңыз. Растау батырмасын басыңыз. Дайын. Төлемдеріңізге қол қойылды. Операцияларға өту батырмасын басыңыз. Тарихта төлемдердің күйі көрсетілген.